أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah Allah Tağala'nın қалауымен имам Абу Хамид Ал-Ғазали рахмахуллахтың Ихия Улумиддин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен ғурур тақырыбын өтіп жатқан болатынбыз. Ғурур бұл дінде жүріп шайтанның азғыруына еру немесе шайтанның азғыруымен алдану. Құранда Алла Тағала فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ деді. Сендерді дүние алдамасын және Аллаға қатысты, Алламен мәмілелеріңде, яғни діндеріңде, дінді ұстануларыңда шайтан алдаушы алдамасын деді. Шайтанның бір есімі Алла Тағала Құранда айтқандай әл-ғарур, яғни алдаушы. Сізге бір нәрсені құлшылық етіп көрсетеді, немесе құлшылық мәселесінің өзінде кейде сізді қателестіреді, жаңылыстырады. Және өткен дәрісімізде біз Алла Тағалаға қатысты үміт пен үрейдің арасында өмір сүру мәселесі қалай болады? Қай жерде үміт болуы керек? Кейбір адамдар Алла Тағала мейірімді, рахымды, менің құлшылығыма мұқтаж емес, Алла кешіреді деген сияқты сөздерді айтып құлшылық жасамайды. Оның қателігі жайында айтқан болатынбыз. Және имам Абу Хамид Ал-Ғазали рахмахуллах қарастырған келесі мәселе бұл баяну аснафил муғтаррин, яғни Алламен мәмілесінде, дінде алданғандардың түрлері. Ас-синфул ауал ахлул илм, ең бірінші түрі бұл білім иелері дейді. Демек, Алла Тағала тіпті білім иелерінің өзін, кешіресіздер, шайтан білім иелерінің өзін адастырып қояды екен. Имам Абу Хамид Ал-Ғазали рахмахуллах айтады: وَالْمُغْتَرُّونَ مِنْهُمْ نَوْعَانِ وَكُلُّ نَوْعٍ فِيهِ فِرَقٌ. Екі түрлі алданатындар бар деді. Және әрқайсысының астында, осы екі түрдің астында бірнеше тағы да түрлері бар деді. Ең бірінші түрі бұл фирқатун ахкамул улум аш-шар'иyyah вал aqliyyah ва та'аммaqu фиха ва ахмалу тафаққуд ал-джаварих ва хифзаха анил ма'аси ва илзамаха ат-та'ат. Ең бірінші түрі бұл шариғат білімін және ақида білімін терең меңгеріп, екі салада да жоғары деңгейге жеткен, бірақ білгеніне, үйренгеніне амал етпейтіндер деді. Амал етпейтіндер. Олар өздерінің білімімен алданып, сол білімінің өзі Алланың алдында дәрежелерінің жоғары болуына жеткілікті деп ойлайды деді. Олар дінде, білімде сондай деңгейге жетті, ондай деңгейге жеткендерді Алла Тағала азаптамайды деп ойлайды деді. Керісінше, Алла Тағала олардың жаратылысқа, яғни басқа пенделерге шапағатын қабыл етеді. Алла Тағала олардың күнәләрін кешіріп жібереді, күнәләрін сұрамайды. Яғни олар, біз Алланың алдында авторитетке иеміз, Алланың алдында біздің құрметіміз бар. Сол себепті Алла Тағала біздің құлшылықтарымызға, бізді
күнә мәселесінен сұрамайды деп ойлайды дейді. Және имам Абу Хамид ал-Ғазали рахмаулла айтады, егер көкірек көзімен қарайтын болса бұл мәселеге, олар білер еді дейді. Не нәрсені? Аннал илма илман, білім екі түрлі дейді. Илму муамала ва илму мукашафа. Біріншісі муамала білімі, екіншісі мукашафа білімі дейді. Ал-мусамма бил ада илм ал-ма'рифа. Біріншісі демек шариғат, екіншісі Алла тағаланы тану. Енді муамала білімі дейді. كمعرفة الحلال والحرام ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة. яғни адал арамды білу, адамның өзін қалай тәрбиелеу керектігі мәселелері, жүрегін қалай тазалау керектігі мәселелері, бұл мәселелердің барлығы фахия улумун ла тураду илля лил амал. Негізінде ол білімдерден мақсат амал дейді. Яғни тек қана оны теориялық тұрғыдан біліп алу емес, біліп алғаннан кейін оған амал ету керек. Мысалы, бізде ақида білім бар. Ақида білімі Алла тағаланы тану. Алла тағаланы тану арқылы, Аллаға сену арқылы сіздің иманыңыз дұрыс болады. Ал енді шариғат мәселелерінде сіз шариғатты үйренгеннен кейін соған амал етуіңіз керек. Ол білім амалды талап ететін білім. Амал болмаса, ол білімнің пайдасы жоқ. Имам Абу Хамид ал-Ғазали рахмаулла соны айтып жатыр. Егер қайсы бір білімнен мақсат немесе одан туындайтын нәрсе амал болатын болса, оған амал етілмейтін болса, онда ол ілімнің ешқандай Алланың алдында пайдасы болмайды дейді. Алланың алдында оның ешқандай салмағы болмайды. Оған имам Ғазали рахмаулла мынандай мысал келтіріп жатыр. Бір ауру адам дәрігердің алдына барып, бір білімді дәрігер тауып, соның алдына барып, сол ауруына, дертіне қатысты қандай дәрі жасау керек, қалай жасау керек, соны үйренді. Барлығын жазып алды. Сөйтіп енді үйіне келгеннен кейін сол жазып алған нәрсесін қайталап, және басқа ауырғандарға үйретіп жүрсе. Бірақ өзі дәрі жасап, сол дәріні ішпесе, емделмесе, онда әлгі жазып алған рецепті оған пайда бере ме? Пайда бермейді дейді. Оның дертін кетіре ме? Жазып алған нәрсесі басқаларға үйреткендігі ешқандай пайда бермейді дейді. Білімді адамда тура сондай дейді. Қанша білімі мықты болғанымен, егер амал етпесе, сол үйренген басқаларға үйреткен нәрсесіне өзі амал етпесе, онда одан ешқандай пайда болмайды дейді. Және тура сол сияқты, мысалы нәпсін тәрбиелеу деп жатырмыз, жүректің дерттерінен тазалау деп жатырмыз. Енді сол мәселелерді адам жақсылап үйреніп алса, және басқаларға үйретсе, бірақ өзі үйренбесе, онда оған ешқандай пайдасы жоқ. Алла тағала Құран кәрімде кім нәпсін тәрбиелесе, жүрегін тазаласа, Алланың бұйырғандарын орындап, тыйғаннан тыйылса, міне сол адам құтылады деді. Алланың азабынан құтылады, жәннатқа қол жеткізеді. Және имам Ғазали рахмаулла бұл жерде айтып жатыр: وَلَمْ يَقُلْ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَعَلَّمَ كَيْفِيَّةَ تَزْكِيَتِهَا وَكَتَبَ ذَلِكَ وَعَلَّمَهُ النَّاسِ. Алла тағала бұл жерде кім нәпсісін тәрбиелесе құтылады деді. Кім қалай тәрбиелеуді үйреніп, оны жазып алып басқаларға үйретсе құтылады деген жоқ. Ол екінші мәселе. Ең бірінші кезекте адам өзі сол үйренген нәрсесіне амал етуі керек. Алла тағала бұл жерде соны айтып жатыр. Кім нәпсісін тәрбиелесе құтылады деп жатыр. Кім нәпсін тәрбиелеуді үйренсе, және басқаларға үйретсе деп жатқан жоқ. Және бірінші мәселе шариғат мәселесі болатын болса, енді екінші білім қазір айтылғандай Алла тағаланы тану білімі. Егер деді адам Алла тағаланың сипаттарын үйренсе, ақида білімінде үйретеді ғой, Алла тағалаға қатысты сипаттар, Алланың есім сипаттары, Аллаға не жайыз, Аллаға не уәжіп, Аллаға не нәрсе мұстахил, яғни Аллаға қатысты қандай сипаттар уәжіп, қандай сипаттар мұстахил, Алланы ол сипаттармен сипаттауға болмайды, қандай сипаттар жайыз, осы мәселелердің бәрін
адам үйренсе де деді. Бірақ Алла тағала нені жақсы көреді, Алла тағала нені жек көреді, не нәрсе Алла тағаланы разы етеді, оны үйренбесе дейді. Немесе үйренгенімен, білгенімен оны орындамаса, онда бұл адам да яғни Алла тағаланы дұрыс танымапты дейді. Алла тағаланы дұрыс танымапты. Алла тағала Құран кәрімде шын мәнінде Алла тағаладан білім иелері қорқады деді. Ибн Масуд радиаллаху анху осы аятқа қатысты кафа би хашятиллахи илма ва кафа билигтирари биллахи жахла. Алладан қорқу Алланы тануда жеткілікті дейді. Ал Алламен мәміледе шайтанның азғыруына еріп алданып жүру надандықта жеткілікті дейді. Демек, ол адам қанша білімді болғанымен Алла тағаланың бұйрығын орындамаса, тыйғанынан тыйылмаса, ол адам надан болып табылады. Енді екінші түрі дейді, осы білім иелерінің Алламен мәмілесінде шайтанның азғыруына ерген, алданған, олар وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا المعاصي إلا أنهم لم يتفقدوا قلوبهم لمحو الصفات المذمومة منها كالكبر والرياء والحسد وطلب الشهرة. Екінші бір білім иелері бар, олар сыртқы амалдарды керемет орындайды дейді. Алланың бұйырғандарын орындайды, тыйғанынан тыйылады, яғни сыртқы құлшылықтарды орындайды және сыртқы күнәлардан тыйылады, өздерін аулақ ұстайды, бірақ олар ішкі жан дүниесімен айналыспайды дейді. Ішкі жан дүниесімен айналыспайды. Имам Ғазали бұларды сыртқы бейнесін әшекейлеген, сыртқы көрінісін әдемілеген, бірақ ішкі жан дүниесін ұмытып қойған адамдар дейді. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына сөзін ұмытып қойған. Алла тағала Алла тағала сендердің сыртқы келбеттеріңе, суреттеріңе, бейнелеріңе қарамайды, сендердің дүниелеріңе қарамайды. Алла тағала сендердің жүректеріңе және амалдарыңа қарайды дейді. Хадисті имам Муслим рахматуллах жеткізген. Сол үшін олар дейді сол үшін де олар сыртқы іс-әрекетке көңіл бөледі, бірақ ішкі жан дүниеге көңіл бөлмейді дейді. Жай ғана оның мысалы. Мысалы, бір адам намазды қалай оқу керектігін, қалай тұру керек, екі аяқтың ортасы қанша сантиметр болу керек, қанша миллиметр болу керек, бағанағы қолы қай жерде тұру керек, қолды қалай көтеру керек, сәждеде қай жерге қою керек, енді керемет үйренген, оның дәлелін жаттап алған, қарсыластарының дәлелінің әлсіздігін, өзінің дәлелінің күштілігін енді керемет жаттап алған, соған қатысты кітаптарды оқыған, сыртқы іс-әрекетті қатырған, былайша айтқанда, намаздың сыртқы іс-әрекеттерін. Бірақ Алла тағала Құран кәрімде намазын хушуъпен оқығандар құтылады деді. Сен сыртқы іс-әрекетіңді қанша керемет қылғаныңмен, ішкі жан дүниең хушуъпен намаз оқымаса, сенің тәнің михрабта тұрғандай жаның да михрабта тұрмаса, онда сенің сыртқы іс-әрекетіңнен пайда болмайды. Өйткені Алла тағала хушуъпен намаз оқитындар құтылады деді. Мені зікір ету үшін намаз оқы деді. Мені зікір ету үшін намаз оқы. Зікірдің антонимі, қарама-қайшы жағы бұл әл-ғафля дейді. Ғафля яғни ұмыту, немқұрайлы болу. Енді адам намазда тұрған кезде жан дүниесі намазда тұрмаса, тәні мешітте тұрғанымен жаны базарда, дүние мәселелерінде, дүниенің уайымында, дүниенің қайғысында болатын болса, ол адам намазын дұрыс оқыған жоқ. Имам Ғазали рахматуллах айтып жатыр, ал жүрек болса ол негізгі мәселе дейді. Өйткені Алла тағаланың алдында сау жүрекпен келген адам ғана құтылады. Енді сондай проблемаға ұшыраған адам ол ғурур деді. Яғни шайтан оны солай алдап қойған. Шайтан кейде сізді осылайша құлшылықтың өзінде алдап қояды. Ол құлшылық па? Құлшылықтың мәселелері ме? Иә, құлшылықтың мәселелері. Бірақ сізді бір мәселемен әуре қылып қояды да екінші жағын тастатады. Сонымен сіз ойлайсыз,
мен керемет намаз оқып жатырмын, бәрі дәлелмен, бәрі пайғамбарымыздың намазындай, бірақ ішкі жан дүниең қалай болып жатыр, ішкі намазың қалай болып жатыр, тәніңнің намазы керемет, енді жаныңның намазы қалай болып жатыр. Егер біз тек қана бір жағымен айналысатын болсақ, шайтан адамды солай кейде алдап қояды екен. Сізді ол арақпен азғыра алмайды, зинамен азғыра алмайды, тағы да басқа да ұрлықпен азғыра алмайды, кісі өлтірумен азғыра алмайды. Неге? Өйткені сіз намазда, оразада, құлшылықта жүрген адамсыз. Сізді қалай алдайды, қалай азғырады, соның ішіндегі бір мәселемен алдап қояды, екінші жағын тастайсыз, сөйтіп маңыздырақ болған мәселені. Енді тағы бір топ ғұламалар бар дейді. Олар бұл ішкі жан дүние мәселесінің маңыздылығын да біледі дейді. Бірақ соншалықты өздеріне тәнті болғандықтан, өздеріне разы болғандықтан, біз кереметпіз деген ойға түсіп қалғандықтан, не дейді? Илля аннахум ли'уджбихим бианфусихим yazunнуна аннахум мунфаккуна анха. Біз өткен дәрістерде уджб деген, яғни бағанағы уджб деген өзіне тәнті болу, өзіне разы болу, өзін жақсы көру, өзіне ешқандай кемшілік көрмеу деген дерт бар деген біз. Сондай дертке ұшыраған, сол себепті бізде ол проблемалар жоқ деп ойлайды. Бізде ол проблемалар жоқ дейді. Және Алла тағала оны, ол жай авам халықтың проблемасы. Бізде альхамдулилля жүрегіміз таза, құлшылығымыз керемет, ішкі құлшылықта, сыртқы құлшылықта бәрі керемет деп ойлайды дейді. Авам халықтың проблемасы, Алла тағала оларды сол мәселелерде сынайды. Біз Құдайға шүкір одан өтіп кеткенбіз деген сияқты осындай ойда болады дейді. Одан кейін өзіне бір қарап көрсе, мысалы бір мансапты қалайды, бір мансапқа қол жеткізгісі келеді, дін мәселесінде болсын, белгілі бір қызметке қол жеткізгісі келеді, өзінен сондай нәрсені көрсе дейді, онда өзіне қайтадан өзін алдайды да, бұл негізінде тәкаппарлық емес, бұл діннің абыройы дейді. Мен ондай нәрсені өмірде де көрдім, өмірде өзім көрдім. Сондай тәкаппарлыққа жол берген адамдардың жанында жүрген кісілер, ол кісі тәкаппарланса да дін үшін тәкаппарланады деген осындай сөзді айтады. Қалай дін үшін тәкаппарланады? Алла тағала тәкаппарларды жек көретіндігін айтқан болса, жүрегінде тәкаппарлық бар адам жәннатқа кірмейді десе, қалай сен дін үшін тәкаппарланасың? Не ол дін үшін тәкаппарлану деген? Алла тағала сонда сенің, яғни Алла тағала өзі харам еткен нәрсеге мұқтаж ба? Сенің тәкаппарлығыңа мұқтаж ба? Діннің абыройын көтеру үшін осындай сөздерді айтатындар. Оларға сөйтіп тәкаппарлық көрсету керек, оларға үйту керек деген сияқты нәрсені айтады. Имам Ғазали рахмаулла бұл жерде сол мәселені айтып жатыр. Ол қайтадан келеді да өзін ақтап ала береді. Жоқ, менің істеп жатқаны бұл діннің абыройы. Мына нәрсе істеп жатсың ғой десе, оны діннің абыройы үшін істеп жатыр. Мына нәрсе, оны да діннің абыройы үшін. Яғни діннің абыройы сол адамға жиналып қалғанда, сол адамға жиналып қалған, сол адам солай істемесе, діннің абыройы төгіліп қалады. Бұл да шайтанның азғыруынан. Имам Ғазали рахмаулла айтады, бұл бишара шайтанның азғыруына ерген адам дейді. Және Омар радиаллаху анхудың оқиғасын келтіреді. Омар радиаллаху анху Шамға барған кезде жандағылар айтады, сіз әдемі киім киіп алыңыз, мына киіміңіз болмайды, сіз діннің абыройы үшін жақсылап киінуіңіз керек деген кезде Омар радиаллаху анху айтқан дейді. Инна қаумун а'аззаналлаху бил ислам, фала натлубул иззата фи гайри. Алла тағала бізді дінмен ардақты етті, бізді дінмен абыройлы етті. Біздің киімімізбен немесе басқа нәрсемен емес, сол үшін де біз діннің абыройын, Алланың алдында ардақты болуды діннен басқа нәрседен іздемейміз деген. Демек, дінде қалай жазылды, солай орындайсың, сол кезде сол дін үшін болады, діннің абыройы үшін болады. Және одан кейін екіншісі түрлі ғұламалар бар дейді Имам Ғазали рахмаулла. Олар
فمنهم فرقة اقتصروا على علم الفتاوى في المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العباد. Кейбіреулер тек қана осы фиқ мәселелерімен, фиқтағы адамның өміріне керекті мәселелерді үйренеді дейді. Бірақ ішкі жан дүниесін оларды тазаламайды дейді. Ішкі жан дүниесін тазаламайды. Және одан кейін имам Ғазали рахмалла айтады. Ол адамдарға өзінің өмірінде бір ретте керек болмайтын қанша мәселелерді үйреніп алған, соны үйретеді дейді. Мысал ретінде айтып жатыр. Мысалы байғу сәлам, ижара, зихар, хайд, тағы да басқа да нәрселер дейді. وهو لا يحتاج إلى شيء من ذلك قط في عمره لنفسه فيظن أنه مشغول بفرض دينه. Тікелей өзіне қатысы жоқ мәселелер дейді. Мысалы, еркек адам хайыз білімін үйретеді өмір бойы. Бірақ өзіне сол хайыз білімі бір ретте керек болады ма? Оған керек емес хайыз білімі, дұрыс па? Ол хайыз білімі басқаларға керек. Және ойлайды дейді, бұл діннің парызымен айналысып жатырмын деп. وَلَيْسَ يَدْرِي أَنَّ الْإِشْتِغَالَ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ فَرْضِ الْعَيْنِ مَعْصِيَةٌ. Енді фард айнды орындамай тұрып фард кифаямен айналысу күнә дейді. هذا لو كانت نيته صحيحة. Егер ниеті дұрыс болған күннің өзінде де тура солай дейді. Ниеті дұрыс болмаса, онда ол бөлек мәселе дейді. Және енді бұл адам не үшін азғырылды? Не үшін бұндай халге түсті? Имам Ғазали рахматулла айтады: وسبب غروره ما سمع في الشرع من تعظيم الفقه. Шариғаттан, мысалы, фиқтың орнын жайында естіп әбден, сонымен фиқ деген ол тек қана сол не дейді? Осы халал харам, сауда саттық, үйлену ажырасу мәселелер деп ойлайды дейді. Ал алдыңғы ғұламаларды қарайтын болсақ, мысалы, имам Абу Ханифа рахматулла Алланы тануды не деді? Әл-фиқл акбар деді. Әл-фиқл акбар. Демек, фиқ дегеніміз ол тек қана намаз, ораза, зекет мәселесі емес. Фиқ деген бұл бірінші кезекте Алла тағаланы тану. Алла тағаланы тану, жүректі тазалау. Және имам Ғазали рахмалла айтады: وَلَمْ يَدْرِ أَنَّ ذَلِكَ الْفِقْهَ هُوَ الْفِقْهُ عَنِ اللَّهِ لِيَسْتَشْعِرَ الْقَلْبُ الْخَوْفِ. Негізгі фиқ бұл Алла тағаланы тану, жүректе Алладан қорқудың болуы дейді. Жүректе Алладан қорқудың болуы. Және одан кейін тағы біреулер бар дейді. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ اقْتَصَرَ مِنْ عِلْمِ الْفِقْهِ عَلَى خِلَافِيَّاتِ. Кейбіреулер бар, фиқ мәселелерін тек қана ихтилафи, таласты мәселелермен ғана айналысады дейді. Оған келіскен мәселе айтсаң қызық емес. Оған ғұламалар келіскен, тыныш мәселе айтсаң қызық емес. Сондай кейбір адамдар бар. Оған тек қана отырып алып, әрбір сабақты мына пәленшелер бар, оңбағандар, түгеншелер бар, адасқан, түгенше адасқан, оның проблемасы мына жерде, мынау адасқан, оның проблемасы мына жерде деп айтып отыратын болсаң, оған сабақ қызық. Ал жоқ, білім, таза аят, хадис, дәлел, тағы да басқа да сондай мәселелерге келетін кезде оған қызық болмай қалады. Бұлардың барлығы жалпы осылай шайтанның азғыруында жүргендер дейді. Шайтанның азғыруында жүргендер. Одан кейін құлшылықта жүріп, амалда жүріп, шайтанның азғыруына еріп, алданып қалған адамдар бар дейді. وَالْمَغْرُورُونَ مِنْهُمْ فِرَقٌ كَثِيرًا. Енді олардың түрлері көп дейді. Біреулерді шайтан намазында алдайды, біреулерді Құранмен алдап қойған, біреулерді қажылықпен, біреулерді зухудпен, біреулерді тағы да басқа да дүниелермен дейді. Мысалы дейді, біреулер намаз мәселесінде парызбен айналыспайды, намаздың ішіндегі мұстахаб, сүннет мәселелерімен айналысып кеткен дейді. وَرُبَّمَا تَعَمَّقُوا فِي الْفَضَائِلِ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى السَّرَفِ. Ол намаздағы, мысалы, мұстахаб мәселелермен соншалықты қатты айналысып кеткен кезде ысырапқа жол береді. Артығымен сол нәрсеге көңіл бөледі. Мысал ретінде,
كالذي تغلب عليه الوسوسة في الوضوء дейді. ولو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان أشبه بسيرة الصحابة. Мысалы, вуду мәселесінде, дәрет мәселесінде уасуасаға ұшырап қалған. Кейбір адамдар бар, дәретке кіреді, дәретті жарты сағат алады. Бір қолының өзін, мысалы, 10 реттен жуады. Су тимей қалған сияқты болады да, тағы да жуа береді. Біреулер дәреттен шығады, тазаланбаған сияқты болады да, бірнәрсесі шығып кеткен сияқты болады. Осындай дәреттің өзінде уасуасаға ұшырап қалатындар бар. Және осы дәреттегі олар айтады ғой, енді бұл ықтият болу, дәрет мәселесінде сақтану дейді. Егер осы сақтану мәселесін олар тамақта қолданғанда сахабаларға ұқсап кетер еді, тамақ ішуде. Тамақ ішуде ондай емес, дәретте кейбір мәселелерде осылай уасуасаға ұшырайды дейді. ومنهم من غلب عليه الوسوسة في نية الصلاة. Енді кейбіреулер намазға кірер кезде ниет мәселесінде уасуасаға ұшыраған дейді. Шайтанның азғыруына ұшырағандар. Мысалы, намазын бастай алмай тұрады, ниетін дұрыс жасай алмайды. Кейбіреулер әріп мәселесінде Құрандағы дұрыс оқымаған сияқтымын деп. Енді бұл көбірек шафиилерде проблема болатын мәселе. Неге? Өйткені шафиилерде сенің фатихаң дұрыс болмаса, намазың дұрыс емес дейді. Фатихаң дұрыс болмаса, намазың дұрыс емес. Фатиха намаздың рукыны, фатиханы оқу. Сол себепті намазың дұрыс емес дейді. Сөйтіп, кейде бір аяттың өзін қайталауы мүмкін. Бірнеше рет қайталап тұрып қалады. Енді тағы біреулер бар дейді. Шайтан оларды Құранмен алдап қояды дейді. Ол кейде бір күнде хатым жасап шығуы мүмкін. 3 күнде хатым жасап шығуы мүмкін. Құранды судыратып жаттап алған. Бірақ وقلبه يتردد في أودية الأماني дейді. فلا يتفكر في معاني القرآن ولا يتعظ بمواعظه. Бірақ Құраннан ол ешқандай үлгі алмайды. Құранда Алла тағала не деп жатыр? Ол аяттардан Алла тағала нені мақсат етті, бізден нені талап етіп жатыр? Ол нәрселерді үйренбейді дейді. فهو مغرور يظن أن المقصود من إنزال القرآن الهمهمة به مع الغفلة عنه. Ол ойлайды дейді, Құранды Алла тағаланың түсіруінен мақсат соны жақсылап жаттап алу деп, сонымен шектеледі дейді. Бірақ негізгі мәселе олай емес. Негізгі мәселе дұрыс Құранды тәжвидпен дұрыс оқу керек, оның өзі фард айн. Бірақ одан кейінгі мәселе бар, ол Құранда Алла тағала не деді, бізден нені талап етті, Құранды түсіну, Құранмен әсерлену. Сол үшін егер кімде-кім осылай Құранға қатысты мысалы бір мәселемен айналысып, екінші бір мәселесін тастап қоятын болса, демек ол да шайтанның азғыруында жүрген адам дейді. Тағы бір адамдар бар дейді. Өмір бойы ораза тұтады, бірақ тілдерін ғайбаттан сақтамайды, ойларын риядан сақтамайды. Солай бола тұра біз керемет ораза тұтып жатырмыз деп ойлайды дейді. Тағы біреулер бар, қажылықпен шайтан оларды алдап қойған. Ол жылда қажылық жасайды, жылына бірнеше рет умра жасайды. Бірақ min ғайри хуружин анил мазалим ва қадаи дуюн дейді. Мына жақта ақшамды бер деп қанша адам жүр оның артынан. Ақшамды берші, ақшамды қайтаршы деп. Ешкімнің ақшасын қайтармайды, адамдардың ақысын жеген, біреулердің айлығын бермейді, бірақ қажылықтан қалмайды, умрадан қалмайды. Бұл да шайтанның азғыруында жүрген адам дейді. Немесе, мысалы, мына жақта харам табысы бар, харам кәсібі бар. Өмірде де көріп жүрсіздер ғой, сондай адамдар бар. Мысалы, мына жақтан процентпен оған дүние келіп жатыр. Өзі намазхан, бірақ мына жақта процент айналып жатыр. Оны банкте істейтін қанша адамдарды көріп жатсыздар. Тағы да басқа жерде, мысалы, біреулер намаз оқиды, бірақ үлкен дүкендері шараққа толып тұр, мысалы, бағанағы шошқа ниетіне толып тұр. Бірақ қарасаң, әр Рамазанда соңғы 10 күнде жылап тұр, бағанағы судайсының артында жылап тұрады, иатикафта жатады. Имам Ғазали рахмаулла айтып жатыр, бұларды шайтан алдап қойған дейді. Одан гөрі олар үшін маңыздырақ нәрсе әлгі харам дүниеден арылу, харамды тастау. Жоқ, олар оны істемейді. Ойлайды, мынаны жауып жібереміз деп. Мынаны көбірек істесек, так
мүмкін есептейтін шығар енді, әсіресе сондай саудагерлер есепке жақсы болады ғой. Так, бір күнә істесең, бір харам істесең, оған бір күнә жазылады. Мына жақтан бір сауап істесең, оған 10 жазылады, 700-ге дейін көбейеді, демек мынаны басып кетеді, сөйтіп құтылып кетеміз деп ойлайтын шығар. Бұл да шайтанның азғыруында жүрген адамдар. Тағы біреулер бар дейді. Фирқатун ухра ахадат фи тариқил хисба вал амри бил ма'руф ван нахи анил мункар юнкиру аля нас ва я'мурухум бил хайр ва янса нафса. Енді біреулер бар дейді, жақсылыққа бұйыру, жамандықтан тыяды, бірақ өзін ұмытып қояды дейді. Бұл да шайтанның азғыруында жүрген адам. Әлгі әзіл әңгіме бар ғой, бір күні имам кедейлер тамақтандыру, кедейлерге көмектесу, қарнын тойдыру жайлы керемет уағыз айтып мешітте. Адамдар жылап, кәдімгідей барлығы қатты әсерленіп, намазын бітіргеннен кейін намазға кетейін деп жатқан кезде кухняға қараса, әйелі қазанға ет салып қойыпты. Енді дайын болып қалған шығар, барып тамақ жейін деп үйіне кіріп, қатын тамақты алып кел десе, әйелі кухняға барса, тамақ жоқ дейді қазанмен. Тамақ қайда? Екеуі аң-таң болып, енді қарны аш, жетсе бір кезде баласы бос қазанмен кіріп келіп жатыр дейді. Қайда, тамақ қайда, ет қайда, біз ет жейміз деп отырмыз ғой десе, әке сенің уағызыңды тыңдап қатты әсерленіп, осы кедейлер тамақтандыру жайында өте керемет уағыз айттыңыз, соған амал етейін деп мына тамақты барып таратып келдім десе, оңбаған, ол уағыз саған айтылған уағыз емес қой, ол басқаларға айтылған уағыз ғой деп айтады. Сол сияқты кейде біреулер айтып жатқан нәрсе ол басқаларға қатысты деп ойлайды. Мысалы, адамдарды садақаға үгіттейді, бірақ өзінің есінде жоқ қашан соңғы рет садақа бергені. Сондай адамдар болады. Сол үшін де негізі Құранда Алла тағала не деді? Адамдар жақсылыққа бұйырып, өздеріңді ұмытып қоясыңдар. Өзің амал етпесең, онда ертең оның жауабы Алла тағаланың алдында ауыр болады. Яғни жалпы осындай неше түрлі тағы да көптеп мысалдарды келтіріпті. Мысал ретінде айтады, біреулер бар, нәпіл құлшылықпен айналысады, духа намазын оқыса қуанады, түнгі намазды жібермейді, бірақ уәлә яджиду лил фаридати ләзза, парыз намазды оқығанда ләззатын сезінбейді дейді. Уәлә юбадир фи ауалил уақт, және намаз кірген уақытта намаз оқуға асықпайды дейді. Нәпілді орындайды, бірақ парызды орындамайды, немесе парыздан ешқандай ләззат сезінбейді. Алла тағала не деді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам риуаят еткен хадис құдсиде: "Ма тақаррабал мутақаррибуна иlayya бимисли адаи ма фтарадту алейхим." Адамдардың Құдайға жақын болатын, немесе жақындаудың ең бірінші жолы бұл Алланың парыздарын орындау дейді. Бірінші парыз, одан кейін уәжіп, одан кейін сүннет, одан кейін мустахаб деген сияқты осындай реттілікті сақтау керек. Одан кейін имам Ғазали рахмахуллах мысалы сопыларды да мысалға келтіріпті. Үшінші түрдегі адамдар дейді, бұлар сопылар дейді. Қазіргі біздің замандағы сопылар, олар тек қана алдыңғы сопыларға сөздері ұқсайды, киімдері ұқсайды, бірақ ішкі жан дүниелері ұқсамайды дейді. Кейде тіпті сөздері де ұқсамай кетеді дейді. Тек қана ондай нәрселерді қазіргі уақытта да кейде көріп жатамыз. Қарасаңыз, өздерінен басқаларды, мысалы, дәреті дұрыс емес, бейшара, намаз қабыл емес, намаздардың бәрі кемшілікке толы, олардың намаздары керемет. Сондағы көтеретін мәселелері, мысалы, бірнеше мәселелер бар. Ол фарыз мәселесі емес, ол уәжіп мәселесі емес, сүннет немесе мустахаб деген мәселелер, соны көтереді. Сөйтетті, жалпы айтқан сөйлеген сөздерін, уағыздарын тыңдап қарайтын болсаң, 90% сол бір 3-4 мәселені төңірегінде. Айналып келеді, сол мәселеге кіреді, айналып келеді, сол мәселеге кіреді. Кейде тіпті түсініксіз, ешқандай бір рухани ләззат алатын мәселе емес, бір физика оқып жатқан сияқты, немесе сондай бір тақырыптарға кіреді. Қызық қарайтын болсаңыз.
Ал негізінде тасауф деген не еді? Тасауф деген бірінші кезекте ішкі жан дүниені тәрбиелеу, ол адамда тәкаппарлықтың болмауы. Құл Қожа Ахмет Яссауи бабамыз айтқан жоқ па? Жұрт жақсы, біз жаман, жұрт бидай, біз сабан деп. Оларда керісінше болып кеткен. Бірақ әйтеуір сыртқы көріністері ұқсайды. Имам Ғазали рахмаулла бұл жерде сондай мәселені айтып жатыр. Сыртқы көрінісінде сопыларға ұқсайды, бірақ ішкі жан дүниесі, сөздері, мінезі, ақылақы ешқандай сопылардың сөзіне, ісіне, ақылақына ұқсамайды. Сопының ол жағынан иісі де шықпайды дейді. Және тіпті олар Алла тағаланың алдында күнәһар мұнафиқтер деген сияқты сондай сөздерді айтады. Мысалы, сондай топтар болған. Ол бишаралар, ғұламаларды, бишаралар хадиспен айналысады, бишаралар фиқпен айналысады, білім шайтанда да болған, осындай сөздерді айтады. Шәкірттерін қарайтын болсаңыз, не Құранды дұрыс оқи алмайды, не фиқтан еш нәрсе білмейді, не діндегі мәселелердің ешқайсысын үйренбеген, бірақ 5-6 мәселе бар, жаттатып қойған, соны қайталап жүре береді. Білім ал десең, жоқ, білім шайтанда да болған, білім шайтанда да болған. Білім шайтанда болғанмен білімде шайтанда тәкаппарлық болды, шайтанда менмендік болды. Сол үшін енді білімнің дәрежесін түсіреміз бе? Шайтанда білім болған үшін Алла тағала білетіндер мен білмейтіндер тең емес пе деді. Қанша аяттарды Алла тағала білімнің дәрежесін көтерді. Бұлар келеді, дұрыс, мысалы, мына мәселелермен бірге қоса мына нәрселерді үйрену керек, оған амал ету керек деп үйретсе, бір сәрі жоқ, білім алмаңдар, білім шайтанда да болған деп. Кейде артынан ерушілерді надан қылып ұстап отыру тиімді сияқты. Надан қылып ұстап отыру оларға тиімді, сол себепті еш нәрсе үйретпейді. Имам Ғазали рахмаулла кейбіреулерді, субханалла, оқып отырсаңыз, тура біздің қазіргі кездегі мәселелерді айтып жатқан сияқты. Ол уақытта да осындай адамдар болған. Және одан кейін 4-ші түрі дейді, Алламен мәмілесінде адасуға ұшырағандар, бұлар дүние иелері дейді. Дүние иелері. Мысалы, біреулер бар дейді. Мешіт салумен айналысады. Және сол мешіттің алдына әдемі қылып атын жазып қойғанды қалайды дейді. Егер атыңды жазбай ақ қой, сөйтіп мешіт сал десең, оған көнбейді дейді. Ол ойлайды өзін, мен сауапты істеп жатырмын деп. Немесе атасының атын, немесе тағы да бір жәкесінің атын, көкесінің атын, жетінші атасының атын айтыр, біреу сонда өзінің туысқандарының атын қойғысы келеді. Бірақ егер атыңды жазбай ақ мешіт сал, басқа біреуге ақшасын бере сал, сол салсын, кім салған білмей ақ қойсын десең, оған ол көнбейді дейді. Ол өзін керемет істеп жатырмын деп ойлайды, бірақ әлгі іс-әрекетінің өзі оның негізгі мақсаты адамдардың алдында атаға бір ойға ие болу, оның негізгі мақсаты ниеті рия екенін көресің. Қажет болса кейде кейбіреулер бар дейді, харамнан ақша табады дейді. Аннахум ябнунаха мин амвалин руббама иктасабуха мин ал-зулми ван-нахби вар-ришвати вал-джихати ал-махзура. Харамнан ақша тапқан дейді. Проценттен ақша тапқан, әйтеуір ұрлап ақша, тендерден ақша тапқан, мына жақтан әйтеуір откатын беріп, үйтіп, басқа қылып сөйтіп тауып алған ақшасымен мешіт соғады дейді. Мешіт соғады. Фахум қад таарраду ли сахатиллахи фи касбиха. Олар сол харам кәсіппен Алланың ғазабына ұшырады дейді. Фал-ваджибу алейхим ат-тауба. Олардың міндеті мешіт салу емес, бірінші міндеті тәубе ету дейді. Және әлгі ақысын жеген болса, біреулердің сол ақысын өздеріне қайтару дейді. Және одан кейін тағы біреулер бар дейді. Оның ақшасы халал, мешіт салады. Бірақ дейді, қарасаң дейді, рубама якуну фи жуарихи фуқара. Оның үйін жанында кедейлер бар дейді. Үйін жанында кедейлер бар. Сол кедейлерді тамақтандыру, сол ақшаны кедейлерге жұмсау қайда абзал және маңыздырақ дейді. Бірақ оған ол ақшаны мешітке жұмсау жеңілірек дейді. Неге өйткені? Адамдар біледі, адамдар сөз қылады.
Және одан кейін тағы біреулер бар дейді. Енді ол мешітпен бірге кедейлерге де көмектеседі. Мысалы, ас кезінде немесе бір жинап алып, бір публиканың бәрін жинап алады, семейді шақырып алады, сөйтіп алады да, мына мен пәленшелерге көмектесіп жатырмын, түгенше мынанша адамды тамақтандырды, мынаншаға киім таратты, мынаншаға үйтті, мынаншаға бүйтті. Ниетің не десең, ниеті, мен айтады, адамдарға ғибрат болсын деп істеп жатырмын. Жақсы адамдарға ғибрат болсын, онда бірақ сен шықпай-ақ қой. Басқа біреуді орныңа қояйық та, сен ақшасын бер, сол шықсын. Сөйтіп сол адамдарға ғибрат болсын. Негізі ниетің ғибрат болса, саған парқы жоқ қой. Сен шықтың ба, басқа шықтың, әйтеуір адамдарға ғибрат болса болды. Жоқ, өзі шыққысы келеді. Сондай адамдарды енді өмірі болғаннан кейін көріп жатырмыз. Бір аты шықпайтын шараға, мына жерде кітап аударылып жатыр. Сол кітапты аударып жатқан кісілерге айлыққа көмектесесіз бе десең, көмектеспейді. Мектепке жол, мына жерде осындай болады, сумка таратылады, басқа қылады десең, давай дейді. Ертең бағанағы алдына 2-3 сумканы қойып қойып та тұрады дейді, әдемі көрінеді да, ой, керемет істеп жатырмын деген сияқты. Кейбіреулер солай дейді. Сондай адамдар көп жиналатын жерлерде адамдарға таратып кеткен. Бізде де мысалы қазір сондай нәрселер бар. Яғни жасырын түрде садақа бергенді ұнатпайды дейді. Шайтан оларды да азғырып қойған дейді. Қараңыз, дүние тауып жатыр. Сол дүниесін өзі пайдаланбай басқаға беріп жатыр. Енді бірақ одан ешқандай сауап жоқ. Алла тағала Құран кәрімде сол үшін деді. Ондайларда бұл дүниедегі амалдар зая болған, бірақ өздері керемет істеп жатырмыз деп ойлайды. Неге? Өйткені шайтан оны азғырған. Шайтан солай оны азғырып қойған. Бірде Бишр ибн Харис деген кісіге бір таныс келіп, мен қажылыққа шығып бара жатырмын, маған бір нәрсені өсиет етесің бе деді. Сонда айтады, қанша жолға кетіп жатыр, қанша дайындап қойдың деді. Сонда айтады, 2000 дирхам дейді. Қажылық жасаудан мақсат не дейді? Айтады, үйді сағындың ба, яғни Каабаны сағындың ба, немесе Алланың разылығын қалап тұрсың ба дейді. Ол айтады, әлбетте Алланың разылығын қалап тұрмын дейді. Сонда Бишр ибн Харис айтады, осы үйіңде отырып Алланың разылығын тапқың келе ме дейді. Үйіңде отырып Алланың разылығын тапқың келе ме? Осы 2000 дирхамыңды басқа жаққа жұмсаймыз, үйіңде отырып, бірақ сенімді бол, сен Алланың разылығына қол жеткізесің дейді. Солай істейсің бе дейді. Жарайды, істеймін дейді. Жақсы, онда пәленше түгенше деген кісілер бар. Біреуінің тамағы жоқ, біреуі қарызға батып кеткен, біреуінің бағанағы жетім баласы бар, жесір әйел бар, 10 адам бар. Сол 10 адамға бар да осы ақшаңды бөліп бер. Бөліп бер, және сенімді бол, Алла тағала саған разы болады, ісің қабыл болады, және сен қалағаныңа, іздегеніңе қол жеткізесің дейді. Сонда әлгі адам қиналып қалады. Мен олай қылдым деп шыққан жоқ, мен қажылыққа барғым деп жатыр деп. Сонда фатабассама Бишрун рахимахуллаху ақбала алейхи дейді имам Ғазали. Күлімсіреп қарады да әлгі адамға қарап тұрып. Әл-малу иза жумиа мин васахи тижарати ва шубухат иқтадати нафсу ан тақдия бихи ва тара. Егер дүние харамнан, күмәннан жиналса, онда нәпсі өзінің қалағанын сол ақшамен қандырғысы келеді. Өзінің қалағанын сол ақшамен қандырғысы келеді. Фаалхаратил аъмалус салихат. Сол үшін кейде кейбір істерді оған міне осы ізгі амал деп солай көрсетеді. Бірақ оның артында бір басқа мақсат, басқа ниет болады дейді. Алла тағала амалды тек қана тақуалардан қабыл етеді деген дейді. Демек, кейде осылай шайтан да азғырады. Бұл мәселелердің бәрін имам Ғазали рахматуллах не үшін айтып жатыр? Мына жерде тағы біреуін айтады. Енді кейбір байлар бар дейді. Олар
дүние жұмсамайды, бірақ түнімен тұрып намаз оқиды, ораза тұтады, түнгі намаз оқиды, Құранды хатым қылады дейді, бірақ ешкімге ақшасымен көмектеспейді дейді. Сол Бишр ибн Харис радиаллаху анхуге айтылған кезде осы мәселе, пәленше деген бай бар, көп намаз оқиды, ораза тұтады, хатым қылады деген кезде Бишр әл-Хафи рахмахулла айтқан, әл-мискин бишара, ол бишара ғой деген. Тарака халаху ва дахала фи хали гайри. Өзіне қатысты мәселені тастап, басқаға қатысты мәселеге кіріпті дейді. Имамдарымыз айтады ғой, мысалы бірінші фард айн бар дейді. Фард айн әрбір адамға міндет болған амалдар. 5 уақыт намазың, оразаң, зекетің деген сияқты. Одан кейінгі енді екінші мәселе не деген кезде имамдарымыз айтады, әркімнің өз мамандығы бойынша құлшылығы дейді. Мысалы дәрігер ма, оның міндеті мешітте отырып уағыз айту емес, барып науқастарды емдеу. Сен заңгерсің ба, барда адамдарға, қиналып жүрген адамдарға кеңес бер, адвокат бол, мәселесін шешіп бер. Байсың ба, онда байлығымен көмектес. Демек, негізгі парызынан кейінгі міндетің ол өзіңнің салаңда адамдарға көмектесуің, сол сенің құлшылығың. Имам Бишр рахмахулла бұл жерде соны айтады. Ол өзінің жағдайынан шығып басқа біреудің жағдайына кіріпті ғой дейді. Оның жағдайы оған қатысты мәселе дейді. Аштарды тамақтандыру, міскендерді киіндіру, бұл өзін ашықтырғаннан, әлгі дүниесін жұмсамай, орнына намаз оқығаннан гөрі қайда оған қайырлы, қайда абзал деген. Тағы біреулері бар дейді. Олар зекеттерін береді дейді. Бірақ зекеттерін берген кезде ертең пайдалануға мүмкіндік беретін адамдарға береді дейді. Жанында жүгіріп жүреді, ертең қызметінде болады. Енді жақсылығы өтіп жатыр ғой. Жақсылығы өтіп жатыр. Енді ертең бүгін алғаннан кейін жеген ауыз ұялады дейді ғой қазақта. Ертең пәленше үйге келші, мынандай нәрсе болып жатыр, мынандай болып жатыр. Мысалы үйінде 40 қойы бар, 40 қойдан бір қойды берді ауылда біреуге. Енді ертеңнен звондайды. Пәленше қорам бұзылып қалып, көмектесіп жібересің бе дейді. Енді бүгін қойын алды ғой, ұялады, келеді да, амал жоқ. Мысалы істегісі келмей тұрса да ұялып келіп істейді. Алла тағала Құран кәрімде не деді? Садақаларыңды міндет етумен, алған адамға зиян келтірумен, садақаларыңның зекеттерінің сауабын жоймаңдар дейді. Кейбіреулер осылай жұмсайды, бірақ ертең пайдасы қайтатын адамдарға жұмсайды дейді. Демек, адамдар осылай неше түрлі азғыру жолдарына кіреді. Имам Ғазали рахмахулла айтып жатыр. Сол үшін де дейді, дін мәселелерінде, құлшылық мәселелерінде шайтанның алдауына түсіп қалғың келмесе, онда ат-тартибу байнал аъмалил хайра уәжиб дейді. Жақсы амалдардың арасын ретке қою, ол уәжіп дейді. Және сол реттікті тастау, мин жумлати шурур, ол да бір жаман іс дейді. Мысалы, адамның алдында 2 парыз тұр. Біреуін кейін орындай аласың, біреуін қазір орындамасаң, кейін өтіп кетеді. Біреуінің мысалы уақыты кең, екіншісінің уақыты тар. Сондай мәселелердің бәрінде адам маңыздылықты, осы тәртіпті, реттікті сақтау керек дейді. Фаиллам яхфазу тәртиб кана мағрура. Егер сол тәртіпті, реттілікті сақтамаса, онда ол шайтанның азғыруына еріп кетеді дейді. Имам Ғазали рахмахулла айтады. Күнәлар көрініп тұрған, күнәлар жалпы белгілі дейді. Құлшылық та белгілі дейді. Ненің құлшылық екені бізге белгілі, ненің күнә екені белгілі. Енді сол құлшылықты реттеу осы қиын мәселе дейді. Осы қиын мәселе. Мысалы, парыз нәпілден жоғары тұрады, фард кифаядан фард айн жоғары тұрады, басқа біреу орындап жатқан фард кифаядан басқа біреу орындамаған фард кифая маңыздырақ деген сияқты. Осылайша, яғни адам амалдарды реттеу керек дейді. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі айтады ғой. Ал-қалилу даим хайру минал касирил мунқати. Мысалы ретінде, осы амалды реттеуде. Көп болып үзіліп қалатын нәрседен аз болса да тұрақты болған нәрсе абзал дейді. Бола амалды реттеу. Алла тағала Құран кәрімде айтады: "Ажъалтум сиқаятал хаджи ва масжидил харам каман амана биллахи вал яумил ахир ва жахада фи сабилилlah." Барып адамдарды зәмзәммен сусындандыру, сол қажылықта
адамдарға көмектесуді сендер Аллаға иман келтірумен, Алла жолында күресумен тең етіп қоясыңдар ма деп. Демек, амалдардың арасында да осындай реттілік мәселесін сақтау керек. Бірінші парыз, одан кейін уәжіп, одан кейін сүннет деген сияқты. Мынаусы маңызды, кейін мен кіммін? Мысалы, менің мамандығым кім, жағдайым қандай, мен үшін маңыздырақ болған мәселе не деп, осылайша адам өзінің амалдарын реттеп алу керек. Мынандай бір әзіл оқиға бар. Сонымен дәрісімізді тәмамдайық. Әзіл оқиға болғанда да енді оны Мұхаммад Айуади деген кісіден естідім. Енді осы дағуат саласында жүрген кісі ғой. Бірақ негізі өзінің мамандығы журналист па, әйтеуір дінді насихаттап жүрген кісі Америкаға барады. Америкада сол арабтарды жинап алып, сондағы уағыз айтады. Диаспора дейміз ба, не дейміз, сол жақта бар. Сол қазір бар ғой. Ресейде белгілі бір ұлттар бар, мысалы біздің қырғыз бауырларымыз бар, өздерінің шейхтарын шақырып сол жақта мәулітте басқа да уағыз айтады. Сол сияқты енді бұл да Америкаға барады, Кувейттен сөйтіп уағыз айтады. Уағыз айтып болғаннан кейін бір сол жақта жүрген араб келеді. Арабшасын ағылшынша араласып кеткен, әлгі біздегі шөлдірлеп тұратын қазақтар болады ғой. Жарты сөз орысша, жарты сөз қазақша, брусевші деген сияқты. Американец болып кеткен араб келеді. Жас жігіт. Шейх, менің сұрағым бар дейді. Не сұрақ десе айтады? Жүріп жүрген қызым бар, сол көтеріп қалды. Сол жүкті болып қалды. Шейхтің шашы тік тұрады. Жалпы мынау араб әлемінде бұндай нәрсе өте кем. Бізде де бұл өте үлкен проблемалардың бірі осы некелеспей зинаға бару. Қазір жастардың арасында өкінішке қарай бұл нәрсе кеңінен тарап бара жатыр. Үйленбей тұрып бұзылады қыздар. Ол жақта да сондай мәселе ғой. Мен жүріп жүрген қызым көтеріп қалды. Шейх ондай нәрсеге үйренбеген. Мен өзімде оқып жүрген кезде көрдім. Араб жігіттер интернет кафеге келеді, сол жерде отырып хат жазады. Ол жауап берсе, соған мәз болып қуанып жүреді. Барып кездесу, жүру деген тема жоқ ондай. Сол әйтеуір хат алғанына мәз. Біздіңкілер оны бірінші, екінші класста істейді, дұрыс па? Бұрын кезінде анкета толтыру, бір нәрсе қылу деген бір. Өтіп кеткен нәрсе оның барлығы бізде уже старомодный. Шейх ашуланады. Ахмақ деп. Тойдан қорықпайсың ба? Зина деген андай, зина деген мынандай деп біраз аят хадистерді айтып тастайды ғой. Артынан айтады, ахмақ, соны қанша харам болса да, басқа қылса да соны істеуге сенің ақылың жетіпті. Істемеуге ақылың жетпепті, соны істепсің. Енді ең болмағанда ақылмен істемейсің ба дейді ғой. Ақылмен істемейсің ба? Ең болмағанда сақтанбайсың ба дейді. Сөйтсе әлгі жігіт айтады дейді. Енді бұл жерде арабшалап азіл деген сөз айтқан. Азіл деген негізі ұрықты сыртқа шығару. Сахабалардан хадис бар ғой. Күннә назил уәл Құран янзил деген. Құран түсіп тұрған кезде біз сол нәрсені істейтін едік. Егер харам болғанда Алла тағала тияр еді ол нәрседен деп. Жалпы сақтануға дінімізде рұқсат. Енді сақтанбадың ба десе, кейбір ғұламалар азіл жасау макрух деген сияқты сөзді айтқан. Ол айтады, шейх, мен сол азіл жасау макрух деп естіген едім деп. Өзі харамның көкесін істеп жатыр, бірақ онда макрух болмасын деген да. Макрухке түсіп қалмайын деп, азіл жасау макрух деп естіп едім деп. Қараңыз, өзі харамда тұр, бірақ мына жерде макрух болып қалмасын деп жатыр. Әлгі араб елдерінде Хаймат Рамадания деген нәрсе бар. Хаймат Рамадания деп Рамазанның палаткасы деп. Дін дұшпандарын істеп болған нәрсесі. Барат, аузын ашады. Аузын ашқаннан бастап ана жерде олардың тілімен айтқанда аргиля, біздің тілімен айтқанда кальян,
ар жағында анау арабтардың танцовщицалары бар, солар ортаға шығып билейді, өлең сөйтіп, соңында таңға дейін болады да, таңда сәресін ішіп, сонымен Аллахумма лака сумна навайту ан асума саума шахр рамадан деп, я Алла, сенің разылығың үшін ораза тұттым деп, тағы да сол жерден шығып кетеді. Қараңыз, түнімен күнә істеп жатыр. Оның оразасынан қандай пайда? Бірақ жоқ, солар ораза. Сөйтіп ораза тұтады өкінішке қарай. Имам Ғазали рахмаулла айтып жатыр, бұлай істеген адамдардың барлығын шайтан азғырып жатыр дейді. Шайтан осылайша адамды, бай адамды тазғыруы мүмкін, құлшылықта жүрген адамды тазғыруы мүмкін, білім іздеп жүрген адамды тазғыруы мүмкін. Шайтанның осындай азғыру түрлері көп. Сол үшін де адам жалпы дін мәселесінде осы реттілікті сақтау, тепе-теңдікті сақтау, өзінің жағдайын ескеру, мысалы байма, онда менің міндетім мынау деген сияқты білмесе, білім иелерімен ақылдасу, солай істейтін болса, ол шайтанның азғыруынан құтылады. Егер олай болмайтын болса, онда ол сауап жинап жатырмын деп ойлайды, бірақ ақиқатында басқаша болып қалуы мүмкін. Алла тағала баршамызды осы шайтанның азғыруынан, алдауынан сақтасын. Алла тағала құлшылығымызды қабыл болған құлшылықтардан етсін, баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.